Солтүстік Қазақстан облысының Мамлют ауданындағы бұрынғы Ленин қазіргі Бекке ауылына оңтүстіктен қоныс аударған 6 отбасы жаңа өмір бастады. Бұл шағын ауыл үшін қоныс аударушылардың келуі ерекше серпін берді. 23 бала мектеп оқушыларының жартысына жуығын құрайды екен, ал жаңа тұрғындардың басым бөлігі мектепте жұмыс істейді. Арасында физика және математика пәнінің мұғалімі Алия да бар. Алия ауылдағы білім беру сапасын жоғары бағалап, өзінің отбасы үшін жасалған мүмкіндіктерді жақсы тұтады. Солтүстіктегі ауылдың өмірін көрсету үшін біз Алия сынды қоныс аударушылардың жаңа жердегі жетістіктерін және олардың келуімен пайда болған өзгерістерді жан-жақты баяндатуды мақсат еттік. Бұл репортаж арқылы біз тек қоныс аударушылардың өмірін ғана емес, сонымен қатар осындай бастамалардың арқасында ауылдық аймақтардың дамуына қаншалықты ықпал ететінін көрсеткіміз келеді. Алия ханым, сіз оңтүстіктен солтүстікке көштіңіз. Бұл көшудің себебі не болды? Не себепті солтүстікті таңдадыңыз? Жұмыс жағы, мен өзім ауылда да өзім Жетісай ауданынан көшіп келіп отырмын ғой. Ол жерде тұрақты жұмыс істедім. 10 жыл кәдімгі физика мұғалімі болып істедім. Өзімнің тұрақты жұмысымнан шығып келіп отырмын осында. Келудегі бірінші себеп, енді осына шешім шығаруға енді әуелі Алла ғой, бірақ екінші құрбымның арқасы. Құрбым менен 5 жыл алдын келген. Бірақ ол Көкшетауда. Сол кісінің шақыртып, бірақ ойланып жүргенде ортада 5 жыл өтті. Сол кезде 2 жыл алдын ба маған Дархан Малгаждаровичтің телефонын берген болатын. Осында директор бар, мектебіне мұғалім керек деген сияқты. Сол кісімен 2 жыл алдын, 1 жыл алдын біз сөйлескен болатынбыз. Кейін қалып қойды. Соны биыл жазда статусын қарап отырдым ғой. Сол кезде физик мұғалім керек деп жазған екен. Сұрадым, 10 жыл тұрақты жұмыстамын, категориям бар, стажым бар деп. Сонымен бұл кісі, онда келіңіз, көріңіз ауылды деп шақыртты. Сонымен ауылды тамыз айында кеп көрдім, бірден ұнады. Сол кезде сразу документтерін бәрін тапсырып, біратала қайттым, Жетісайға балаларымды алып келдім. Ол барлығы 24 жылы болды, иә? Осы 24-тің тамыз айында болды. Тамыздың 20-сынан кейін кеп көрдім. Сразу документтерін тапсырып, кетіп, қайтып балаларымды алдым да қайтып келдім. Отбасыңызда бірнеше балаларыңыз бар деп естігем? Иә, отбасымда 2 қызым бар, 1 ұлым бар. Қызым 5-ші сынып орыс класста оқиды. Ол Жетісай ауданында да орыс сыныпта оқыған, мұнда да орыс сыныпта. Ұлым 2-ші сынып қазақ класс, қызым мектеп даярлық тобында қазақ сыныпта. Ал балалармен осында көшкенде бір қиыншылықтар болды ма, және де бұл қиыншылықтарды өтуге кім көмектесті? Қиыншылық болғанда, басында көшіп келу кезде неге запас қор болу керек ақшада. Өйткені бізге әр адам басына, мен 3 балам бар, маған бар, өкіметтен бөлінген 258 мыңнан бөлінді бізге. Ол ақша алмай тұрып, біз көшіп келіп алдық. Өйткені подъемный күтіп отырмадық қой. Сол кезде мен өзімнің запас ақшаларымен келдім, бірақ мен енді қанша 36, примерно ар жаққа тағы 4 сағат жүріп, 40 сағаттық жол ғой. Менің үйіммен осы үйге шейін 40 сағаттық жол, Петропавлға дейін. Енді мен 3 пересадкамен келдім. Чимкентке, Чимкенттен Петропавлдан мұнда. Сол кезде, біраз ақша кетеді. Өйткені сіз заттарымен көшіп келесіз, баланың заттары бар, өзіміздің заттарымыз бар деген сияқты, тем более жүкпен жалғыз болғаннан кейін қиын болды. Ал қаладан ауылға қалай жеттіңіз? Өзіңіз жеттіңіз бе? Жоқ, Дархан Малгаждарович осы ауылдың директоры, сонымен қатар мектептің өзінің автобусы бар. Сол кісілер күтіп алды. Түскеннен қарсы алып, кәдімгідей тосып тұрып, үйге шейін өздері алып келіп, түсірісіп, Петропавлға келгеннен кейін болды. Ешқандай жана уайым, қайғы ешнәрсе жоқ. Жақсы. Ал үй жағынан бір мәселе болған жоқ па? Білуімше қазір үйлерді салмайды, оларды құрылыс сертификаттары арқылы көшіп келушілер өздері іздеп, өздері документ құжаттың барлығын жинақтап, кейін ғана ала алады, иә? Иә, солай. Мен өз басым, жаңа үйден көрі, осы кәдімгі, мен мысалы мына үйді алған кезімде, бұл енді
тұрғылықты мекен-жайдікі, мысалы білесіз, иә, өзінің жылуы, отоплениясы бәрі стандартына сай өзіне жасалған, суыққа дайын үйді менікі. Жаңағы салыстырғаннан қарағанда осыны жылыту, жағу маған оңайға түсті. Документтеріне келгенде тұп-тура ешқандай қиыншылық болған жоқ. Тек қана документтерді алып, өткізетін жерге өткізесіз. Документ тура болса, ары қарай ақша бір-ақ күнде түседі, ол саған ешқандай қиыншылық жоқ. Біздің каналымызда көп көрермендер солтүстікте климат суық дейді, кейін тіл мәселесі байқайтындығында аңғарады. Ал сізде ондай мәселелер болды ма климат жағынан және де тіл мәселесінен? Өйткені солтүстікте көбісі орысша сөйлейді деп айтып жатыр. Климат па? Негізі таза ауа. Менің өзімде хронический бронхит, мен постоянно кәдімгі тауларда, таза ауада жүрем. Маған тиімді. Мұнда келгелі тфай-тфай деп айтайын, ешқандай не болмады. Қинап жөтел, ондай дымзаты мен әлі қинаған жоқ, наоборот, отдышка бәрі кетті, ентігу деген нәрсе. Балалардың бәрі көшіп келгелі деп айтайын, ешқандай тұмау, еш нәрсе жоқ. Үйіміз жылы, мектеп жылы, тек қана мектеп пен үйдің ортасы 15 минут. Сол кезде қалың киініп балалар барып келеді, күндіз таза ауаға шығады деген сияқты ғой. Тек қатты қалың киінсе болды, онда қатты, енді қатты аяз болып жатса онлайн оқиды ғой. Ал оның бәрі қарастырылған ғой, температураның бәрін өлшеп отырамыз деген сияқты ғой. Мұз аязда ешкім балаға шығып ойнамайды деген сияқты. Одан кейін кәдімгі қысы қыс, кәдімгі күзі күз деген сияқты. Мысалы бізде оңтүстікте мынандай ғой, влажность көп, сырыс көп та, өйткені қар жауады, ертесі күні еріп кетеді. Ал мұнда кәдімгі сақырлаған аязы сезінесің деген сияқты. Таза ауа. Өйткені кеше мен мамам өзі келіп кетті, соны өзін айтып отыр ғой. Прям ол кісіде давление бар, черепной бар, біреу ауырған жоқ. Не бір дәрі ішкен жоқ. Мен айтады, черепной ма мен де әсер етті мамнау деп та, бір апта жүріп бір дәрі ішкен жоқ. Өйткені Көкшетаудың өзіне біз не аламыз ғой, путевка алып келеміз ғой, таза ауасына бола. Ал мұнда тегін таза ауа. Демалатын болсаң рахат. Ал тіліне келсек, біз жетісайда да өзіміз орысша қазақша сөйлейміз. Өйткені нағыз орыс сыныпта, мен өзім Алматыда оқыдым 4 жыл. Тіл жағынан бізге қиыншылық жоқ. Ал балаларға бейімделу қиын болған жоқ па, жергілікті балалармен тіл табысу дегендей? Жоқ. Өйткені бұл ауылда мен именно осы Беке ауылда бізде қазақтар көп. Қазақша еркін сөйлейді балалар. Одан кейін орысша бәрі үйдегілер өзінің ойын жеткізе алады. Сондықтан да қиыншылық туған жоқ. Сіз мектепте физика және информатика пәнінен сабақ бересіз? Физика және математика. Физика және математика. Неше сыныптарға сабақ бересіз? 5-6 математика, қалған бәрі 7-ден жоғары сыныптар физика. Ал сыныпта ең көп дегенде қанша бала оқиды екен? Ең көп бізде 5 бала. 5 бала. Иә, ал қалған сыныптарда 3 бала, және одан жоғары. 11-ші сыныптарға да сабақ бересіз? Иә, онда өмірлерге сабақ беремін. Өзім пікірім бойынша ауылда шынымен де көп жағдайлар жасалған екен, ғаламтор бар екен, балалар ойнайтын секциялар да бар, бірақ шынымен де бала сандары аз. Егер де сізден біреу туысқандарыңыздан сол бұл ауыл жайлы сұраса, не болмаса солтүстікке көшу бойынша сұраса, оларға ұсыныс берер ме едіңіз? Мен берер едім емес, бергенмін. Көшіп келгелі айтып келіп жатырмын. Даже өзім бауырларыма да айтып жатырмын, келіңсейші мұнда деп та. Өйткені действительно қызығады. Келетін де кісілердің ойы бар. Өзімнің коллективтерімде де бар ой бар. 5 балалы, 4 балалы кісілерде ой бар. Просто не ғой, қалай айтсам болады. Адамға табандылық керек, шешім қабылдау үшін. Бір себеп болу керек, или бір табандылық сияқты болу керек қой. Өйткені, не дейді? Білмеймін, қатты ойланып жүргеннен көріп, бірден шешім қабылдап келген дұрыс сияқты, меніңше ол сол ғана. Жақсы. Келіп, кейін барлық мәселені осында шешесіз? Ол адаптация деген, денежный, ақшалай, финанс жақтары деген, ол сәл болады. Өйткені сіз жылы орнынан қозғалғаннан кейін, міндетті түрде, ондай жағдай, менде де болды ғой, үйренісу деген жақты. Бірақ, не дейді, сабыр керек. Тек қана өзің ниетің түзу болса, болды. Онда тұрған ешқандай зат жоқ, қиыншылық жоқ. Өйткені адамдардың бәрі қарапайым. Ол жаңашыл. Жергілікті халық қалай қабылдады? Жақсы, біз бәріміз бір-біріміздің үйіне қонаққа барамыз.
олар менің үйіме келеді, бұл кісілер. Ауылдың кісілерін қонаққа шақырып тұрам. Сол сияқты. Еще мұнда ерекше, біз жақтан мұнда соғым деген нәрсе бар. Біз соғымда кәдімгі бізді шақырады, біз барамыз. Адамдар етене жақын араласқан. Қазақилық басым мұнда. Ал балалардың жаңағы секциясына неге келетін болсақ, көп үйірмелер өте көп. Осыны бәрі тегін балаларға да. Мысалы, біз жетсайда болғанда платный қатыстыратын мен қыздарымды. Ал мұнда бәрі тегін. Кеше мысалы қызым келгенімізге 5 ай болып отыр, бұйыртса. Мысалы домбыра үйреттім. Мұнда қатысады домбыраға. Қызығушылығы артты, домбырасын алып бердім, тартады күйлерін. Тоғызқұмалаққа барып келіп жатыр ауданға. Жеңіп келіп жатыр. Өзім де мысалы тоғызқұмалақ көрмегем, осындай келіп облыстан 3-ші орын алып жатыр. Айтып отырмын ғой, адам ол қай жерде, қала ма, ауыл ма, оңтүстік, солтүстік ешқандай разницасы жоқ. Ол просто өзінен жаңағыдай мінезіне байланысты деп ойлаймын мен. Если қалам, тұрам, болды, мен мақсатым анық дейтін болса, онда ешқандай қиыншылық жоқ адамға. Мектеп жайлы айтсаңыз, мектебіңізде қанша бала оқып жатыр? Көшіп келген балалардың саны қанша? 2 жыл ішінде бізге оңтүстіктен 6 отбасы көшіп келді. Осы 6 отбасыда бізде 23 оқушы. Сондықтан қарасаңыздар, бұл мектеп оқушыларының жартысын құрайды. Сондықтан бұл мектептің сақталып қалуында үлкен рөл атқарып отыр. Бұрын мектеп жабылу үстінде тұрған ба? Бізде бұл мәселе жыл сайын туындайды. Себебі бұл кезде айттым ғой, жаңа оқушы сыныптарда 3-4 оқушыдан ең көп 6 оқушы. Сондықтан бұл мәселе бізде жыл сайын туындайды. Біз бұл осы мәселені жаңағы демеушілердің арқасында осы облыстағы арнайы ұйымдармен келісе отыра адамдарды осы ауылға көшіріп отырамыз. Бұл қазақ тілді мектеп па? Ленин орта мектеп жалпы аралас мектеп. Мұнда қазақ жаңағы мектепшілік садик бар, ол қазақ тілінде, жаңағы мектеп алды даярлық тобы қазақша. 1 мен 11 сынып қазақ сыныптары толығымен жеке оқиды. Мұнда орыс сыныптары саны аз, мұнда 5-ші Б, 6-ші, 7-ші Б, сосын 9-ші Б сынып оқиды. 6-ші, 7-ші Б сынып оқушылар, олар қосылған сыныптар болып саналады. Ауылыңыз Бекке деп аталады екен. Бірақ бұрынғыда 21-ші жылға дейін Ленин деп аталатын секілді. Атаудың ауыстыруына не себеп болды? Бұл жерде жаңа дұрыс айтасыз, 2021 жылға дейін ауыл Ленин атында болды. Ленин ауыл деп, кейін 2021 жылдан бастап бұл ауыл Беке деп аталды. Енді қысқаша тарихын айтып өтейін. Бұл жерде біз солтүстік Қазақстан облысы жалпы керей рулары көп болғандықтан, соның ішінде Беке тармағы бар бізде. Беке деген жалпы осы ауылда мықты бір беделді адам болған. Сол адам осы ауылдың жалпы дамуы, осы ауылдың саясатын жүргізіп отырған, көптеген даулардың басын шешкен. Сондықтан осы жердегі халық бәрі бірлесе осы ауылдың атауын Беке деп қойған болатын. Біздің Тоғызқұмалақ үйірмесінің оқушылары барлығы. Бұл оқушылар ауданның 2 дүркін чемпиондары. 2 жыл қатарынан ауданды бұлар бірінші орынды ешкімге бермей келді. По всем категориям. 5 пен 6 бөлек категория, 7, 8, 9, 11. Барлық категория бірінші орын. Бізде міне Жанерке бар. Диас міне бізде чемпион. Бұл Тоғызқұмалақтың теннистен чемпион. Екеуінен де чемпион. Осы бар, міне Жанерке бар. Қалғандары местный бәрі. Маулит ауылында неше мектеп бар? Бізде 23 мектеп. 23 мектептің арасында бұл чемпиондар. Полностью бәрін ұтты бұлар. Бірақ үлкен ауылдағы кісілер үшін мәселе ол жол мәселесі болу керек қой деме. Өйткені біз жүрген жол кейбір тұстары жаман екен. Бұл жол жаңарта ма? Осы жылы 2025 жылы бұл жоспарда бар. Бізде өткен жылы 2024 жылы Беке ауылынан шыға беріс жолдың 9 километрі асфальттандырылды. Одан бөлек Сенжарка Николаевка жолы осы жылы бізде толығымен щебенка болады. Оған бюджеттен почти 1 миллиард ақша бөліндік деп айтсақ болады. Сондықтан жұмыстар осы жолы көктемде басталады деген ойдамын. Бұл кісі бізде завуч, тәрбиесі завучы міне осы кісі. Міне, қараңыз. Біз оңтүстік Қазақстан облысы, Түркістан жақтан. Түркістан облысы, Жетісай қаласынан келдік. Солтүстікте тұрып жатқаныңызға неше жыл болды? 2 жыл болды көшіп келгенімізге. Бейімделу оңай болды ма, не болмаса бір кедергілер болды ма?
бізде ешқандай қиындық болған жоқ. Келгеннен балалар да тез үйренді мектепке. Өзіміз де тез үйреніп кеттік. Қазақ ауылы болғаннан кейін ешқандай қиындық болған жоқ. Осы жер суық болып көрген жоқ па? Климаты енді өзгеше. Бізге ұнаған бірінші климаты, таза ауа, табиғаты. Сол себептен ешқандай бір қиындық көрген жоқ. Балалар ауырып ондай болған жоқ келгелі. Мемлекеттік бағдарлама арқылы көштіңіз ба? Иә. Сіз көшкен жылы үйлерді берді ме, әлде құрылыс сертификаттарын табыстады ма? Жоқ, бізде 50% берді. 50% үкімет төледі, 50% өзіміз сатып алдық. Құрылыс сертификаттары, иә? Демек үйді өзіңіз таңдап барлығын? Иә, өзіміз көріп, таңдап, қалауымызбен 50% солай алдық. Жақсы ма үйлері? Жылы ма? Бастысы сол ғой деймін. Бізде үкіметтің салған үй емес, осы жердің тұрақты үйін алдық. Үй жылы, иә. Жаңа үйлерге қарағанда не сапасы жақсы деп ойлаймын өзім. Иә, жаңадан салынған үйге қарағанда ескі үйлер жақсы деп жатады, бірақ жаңа үйді барып өзім қараған жоқпын, көрген жоқпын. Осында келгенде жаңа үй болмады, бағдарлама салынған. Осы ескі үй болғандықтан солай көріп келісіп алдық. Ал егер де мысалы тағы да адамдар көшсе, оларға үй табыла ма? Бұл жерде ең сондай бір қиын мәселе, бұл барлық жерде мәселе, бұл үйлердің документтері, құжаттары дұрыс емес. Сондықтан дұрыс құжатпен үй тауып алу және сапасы жақсы үй тауып алу өте қиын. Сондықтан біз адам әкелерді ең бірінші үйді қарап аламыз, құжаттарды тексертіп аламыз, үйдің сапасын қараймыз, сосын бірақ адамды уже осында көшіреміз ауылға. Демек бұл кісілерге көмек қолдау көрсетіп жатқан мектеп па, әлде жергілікті мансап орталықтар ма? Бұл жерде былай айтқанда ең бірінші біз оқушыға зәруміз ғой барлығымыз. Сондықтан біз бізде жаңағы мұғалім жоқ, біз сол мұғалімді іздестіреміз бірінші. Сосын оқушы санын, сосын оларға условия істейміз, көшіреміз, оның барлығын өзіміздің мен дегенде, мектеп дегенде біздің артымызда үлкен спонсорлар тұр. Олар бізге ақша бөледі, біз жаңағы осындай істермен айналысамыз өзіміз. Ол халықтың арасында ғой спонсор, үкіметтен болып жатқан спонсор емес, ол адамның арасы, халық, осы ауылдың халықтарына. Фермерлар бар, түлектеріміз бар, барлығы ұмытшыды осы ауылды. Бізде үй салынғанда бірінші сапасына қарап салу керек. Сол себептен аяз, өзіміз 40 градусқа дейін болады. Бірінші салғанда фундаментінен бастап сапалы болып салса, сонда тұрақтауға болады. Қазіргі таңда үйдегі көп сапасыз, сол себептен көп тұрақта алмайды, кетіп қояды, өйткені үй жағдайы сапасыз болғаннан кейін аязда тұру өте қиын, бала шағамен. Сол себепті бір сапасына қарап салса, сол кезде көптеп көшіп келеді деп ойлаймын. Ал оңтүстіктен туыстарыңыз сұрамай ма, сол сізге көшейін бе деген сұрақтар бар ма оларға? Негізі кеңес бересіз бе? Кеңес бергенде сұрап жатса кеңес береміз, нақты енді келіп сұрап жатқан кісілер жоқ. Бірақ мен жолдасымның, класстасының сестрасы көшіп келді осында, кезі туған. Сол кісі солай ұсыныс жасады, қалай болады екен деп. Жағдайды айтты, осы жолмен келдік деп. Ол кісілер келіп, мұнда көрді. Бір күн ауылда болды, мектепті көрді, директормен танысты. Онаған кейін көшіп келді, ол кісілер уже бірінші жыл. 5 баласы бар бізде. Садикта жаңа тәрбиеші болып істейді. Садикті көрейік, иә? Әрине садикті де көруге болады. Таза қазақша бұл бізде. Сондықтан бәрі қазақша жүріп жатыр. Солай. Жұмыс аяқталып, баланы алып, ешқандай уайым жоқ, балаға не болып жатыр деген сияқты. Жұмыс істеуге де ыңғайлы. Керек болса камерадан қарайды, бала не істеп жатыр екен, бітті. Мектептің барлығы камера. Астана жұмыс істейді ме мектепте? Иә, мектепте жаңағы аренда қалған ИПА сырым деген. Сол кісілер бесплатно тегін тамақтанатын балалар бар. Спонсорлардың арқасында тамақтанатын балалар, солардың бәріне соны өздері жасайды. Қазір столовыйды сіздерге көрсетейін. Спортзалды көрейік. Спортзалды көрейік, жүріңіздер. Спортзалды көрейік. Міне, 11 сыныптың оқушысы. Мен спортзал. Саламатсыздар ма? Иә, міне. Кіре беріңдер. Міне, мынау қыз. Кім? Келіңдер. Бұл қыз қазір жаңа папасын көрді ғой, көшіп кетті. Қазір Алматы облысында тұрады. Қандай ауылда тұрасың? Исаева деген ауылда. 9-10 районда чемпион болды бұл қыз. Сосын анда барып 9-10 жаңа тренерлер бар ғой? Ауылдағы школдың тренерлері 9-10, соларды ұтып кеткен. Сол қайтадан келгің келе ма? Иә. Дарина деген қыз бізде 9 сынып оқиды. Бізде тоже қалада оқыды. Міне ауысып келді қаладан.
Мен мынау бала тоже мен көшіп келді біздің ауылға міне. Дарын ғой, Дарын. Мынау да көшіп келді, бәрі көшіп кетті. Кім? Диас деген бала, 9-сында оқиды. Бұл да бала да біздің ауылға көшіп келді. Не, жақсы өзі, простой ғой бәрі, қарапайым. Сол. Осылай. Өтеді. Жақсы, команда. Жақсы, ойнай беріңіздер. Сабақ бітті ме сендерде? Так, столовыйда. Так, столовый осындай міне. Азық. Не керек? Барлығымен қамтылған. Мынау, мен былай көрсетсем де орындықтар бәрі жаңа көріп тұрсыздар ғой. Орындықтар жаңағы ыстық су, суық су, қол кептіретін жаңағы айына оқушыға не керек жалпы? Дұрыс тамақтану үшін барлығы бар. Тамақтану бәрі жақсы деп айтсақ болады. Әкен, ашық. Камера тоже міне мұнда қарап отырамыз. Мен кабинеттен қарап отырамын балаларды. Екі бөлініп тамақ ішеді бізде жаңағы балалар. Осындай бір проблема жоқ тамақтанудан неден. Ол барлығы тегін, е? Мұнда бізде 1 мен 4 сыныптар тегін. Сосын 5 пен 11 сыныптың арасында андай все обуч дейді ғой. Жаңағы аз қамтылған отбасылардың балалары жаңағы біз документ подавать етеміз районға. Ол кісілер сосын тегін өткізеді бізде. Сондай. Бірақ онсыз да бір буфет жұмыс етеді. Одан бөлек, мұнда мұғалімдер де тамақтанады жалпы. И оқушылар да кім келгісі келеді, жаңағы қоңырау кезінде келіп тамақтанады. Айтпақшы, ауылдарда дүкен мәселесі жоқ па? Дүкендер бар ма жұмыс істейді? Бізде ауылдың дәл ортасында Диана деген магазин бар. Сонда барлық заттар сонда бар деп айтсақ болады жаңағы. Халыққа тиімді ортада орналасқан. Графикпен как положено жұмыс істейді. Мәселе жоқ. Қалаға шығатын сұраныс жоқ, е? Бұнда қалада бізде жаңағы транспорт бар. 9 орындық деп айтамыз ғой. Жаңағы жұмасына 3 рет шығып тұрады сол кісі. Қазіргі таңда өзіңіз де білесіз, әр адамда почти көлік бар. Сондықтан ауданның орталығына жаңағы облыс орталығына шығу сондай бір қиындық тудырмайды. Бұл жағынан. Солай. Беке ауылы қоныс аударушылар үшін қолайлы елді мекендердің бірі. Мұнда көшіп келген отбасылардың басым бөлігі тұрақты жұмыспен қамтылып, негізінен білім беру саласында қызмет атқаруда. Рүстем Арман, арнайы Норс толқынында үшін.